Ассалаумалейкум. Бүгін бізде бельные пальцы, бройлерларға, тауықтарға арналған. Кейбір кісілер үйректерге де қолданып отыр екен. Бұл біріншісі мынау, екіншісі бізде бөденеге арналған. Кептерлерге де сондай бөдене салмақты құстарға арналған перещипальный машинаға. Жүндерін жылатын. Примерно размерін айтсақ, қазір бізде мысалы мынаның диаметрі, именно тесетін жерінің диаметрі где-то бір 20 жарым екен. Көрсеңіздер, примерно 20 жарым. Ал енді мына астындағы полный өзі арты 26 жарым миллиметр. 26 жарым. Ал енді мына жақ ұшының диаметрі бізде 17 где-то 17 жарым. Барлық ұзындығы өлшеп көрейік, негізі 95 деп айтылған. Де болады екен. Қысып жүрдік. 95 миллиметр. Осындай бұл бройлерға арналған. Сапасы сондай жұмсақ, сынбайды. Несі жұмсақ, резинасы силиконы көбірек сияқты. Өте жақсы. Мақтап жатыр осы, именно осыларда кальциойларға қарағанда негізі айтып отыр. Енді мына бөденеңкіне келсек, бөденеңкі де сондай сапа, иіледі, бірақ размері әлде қайда кішкентай болады. Бұның да размерларын өлшеп көрейік қазір. Диаметрі бізде 12, 13 где-то. 12-де 9. Артқы диаметрі 19. 19 жарым. 19 жарым. Басының ұзындығын өлшеп көрейік. Бізде 9 жарым миллиметр барлық ұзындығы. Алпыс екі жарымдай где-то. 63-ге жетер жетпес. Негізі 62 жарым. Толық размері 62 жарым болар ұзындығы. Осында бізде сапалар осындай, размерлер осындай болып келеді. Бүгінгі көрсетейін дегенім осы сіздерге.